Assalamu alaikum. Қайырлы күн, құрметті достар. Мен мына екі бұқа байланып тұр. 2 ай болды. Байланғандарына 2 ай болды. Өзіміздікі ғой. Мен мынау соң ұрғашысы күйлеп жүр. Мынау солармен бәрі бірге туылғандар. Мынау, сосын міне көрдіңіз ба? Байланғаннан мынандай жеп тұр. Күніне 4 килодан 8 кило жеп тұр. 2 айдағы осындай нәтиже. Мынаған берсең жей береді, сосын бұны өте көп қоспайық деп 4 килодан беріп тұрмыз. Мынау кешегі бұзау, бұл әлі емет. Осылардың қасына үйрене берсін деп осылардың қасына қосып қойдық. Бұл да байланады, енді Алла қаласа білмеймін, биыл подсос қылып жартылай емет, жартылай анасын сауып аламыз. Бір емшегін алып қоямыз, сосын қалғандарынан кіттай қалдырамыз 3 емшектен. Қалғанын сауып аламыз да, осыны еміз жібереміз. Алдына мынандай жемін қойып қойдық, су қойып қойдық, барып жеп шұқылап жүреді әйтеуір. Биыл сол күзде қысқа таман осыны байлаймыз деп жоспарлап отыр, Алла қаласа. Бойы өте биік емес, бірақ мойын кетіп бара жатыр. Сатандар енді толтырып бастады. Ар жақта далада 37 бұқа жүр, өріске барып келеді олар. Қазір өте ыссы бұқасын, жаздың күні. Пока байламаймыз. Мына екеуін сынақ ретінде байладық. Алла қаласа, егер бәрі жақсы болса, келесі жылы жазда да байлаймыз. Алла сәтін салса. Ар жақта үлкен қораны бітіріп болып қалдық. Сол қораны болғасын сол жаққа байлаймыз. Міне бірінші достар, бірінші не қылдық, келген бойдан құрттарын түсірдік. Құртсыздандырдық өзі. Ішкі құрттарын түсірдік. Бір укол салдық. Құрт паразиттерге қарсы, сосын жеммен қосып бердік. Өте жақсы жәрдем береді екен. Мына бір жеріндегі мынандай бөбелек дейді ғой, біздікі. Сол шағып, неқып кетеді. Жаңағы тастап кетеді ұрығын. Сосын осының денесінде жатып, келесі жылға дейін өседі. Өткенде бір сиырды сондай дәрі беріп, өлтірдік неволдарын. Сойған кезінде шынымен белгілі болды. Жаңағы неволдары, куклалары қатып өліп қапты. Сондай қылдық, құрттарын түсірдік. Ішкі сыртқы құрттарын түсірдік. Сосын диазинон деген дәрімен жуындырдық бір мәрте. Болды. Сонымен тұр. Аяғы ауырып қалмау үшін мел береміз. Кармабой мел деген бар екен. Сондай береміз. Мінеки. Кармабой мел. Бір қасықтан береміз, күніне бір мезгіл. Болмаса аяқтары ауырып қалады, жем түседі аяғына. Сосын күнде кішкентайдан бастадық. Күніне 1 килодан бастап. Енді қазір күніне бір жегенде 4 кило жеп тұр. Және 10 килоға дейін көтерсе болады, 10 килоға көтеріп ап. Сонымен және бір 2 ай байласақ, нормально болады. Достар, мен осы
су тұры алдында постоянно мінекей осыған құйып қоямыз. Таңертең толтырып бір суын бердік. Сосын кішкентай жаңа баған түсте бір бердік, үштерде. Тауысып қойдық. Қазір және құйып қоямын, міне шланга. Ана емкістен, ана жерден кранды ашамыз да өзі келеді, құямыз. Осы міне достар. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Алда жақсы видеолар болады.